Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен арнайы блинницамен құймақ пісіріп үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге ең керегі қант, су, сүт, 3 жұмыртқа және де ұн керек болады. Сонымен қатар сұйық майда керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды жарып аламыз. Кейін оны біздер қантпен араластырамыз. Қантты мұнда біздер қазір 3 қасық саламыз. Алайда сіздер егер өте тәтті болған қаласаңыздар, қанттың мөлшерін үлкейтсеңіздер болады. Осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін үстіне суымыз бен сүтімізді қосамыз. Менде стақан 200 граммдық стақан, бір полный стақанмен сүт және де жарты стақанмен су құйдым. Осыларды араластырып аламыз жақсылап. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды жай-жаймен саламыз, себебі арасында түйіршіктері болмауы керек, және де өзіміздің миксеріміз үшін де жақсы. Бірден қоюланып кетпеу үшін жай-жаймен көзбен салып тұрасыздар. Қоюлығы біздерде айранның қоюлығы сияқты болуы керек. Қазір оны алдағы уақытта көретін боламыз. Менде мына алған ұным аз болды, тағы да ұн салатын боламын қазір. Шамамен 400 граммдай ұн. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Арасында түйіршіктер қалып қоймау керек. Себебі біздер пісірген уақытта құймағымыздың арасында ұндары сол күйінде қалып қояды онда. Сол үшін жақсылап араласқанын мұқият қадағалауымыз керек. Тағы да тексеріп аламыз. Айран сияқты болған уақытта сосын дайын болған деген сөз. Содан кейін 3 қасық сұйық май қосамыз. Бұл бізде блиніміз табамызға болмаса жаңағы арнайы блинницаға жабысып қалмау үшін керек. Арнайы өзінің табасы болады блинницаның, соған саламыз. Дайындағанымызды және де блинницаны маймен сылап аламыз. Егер табаға пісірсеңіз, табаға да дәл осы рецептпен пісірсеңіздер болады. Оны да осылай біріншісінде сылап алғаныңыз жақсы, себебі жабысып қалмау үшін. Ал кейін қоспасаңыз да болады, себебі біздер мына дайындаған ішіне өзіміз салдық арнайы майды. 3 қасық сұйық май қойдық, көрген шығарсыздар. Қолымызбен тексеріп аламыз, дайын ба екен, және дәл осыдан кейін осылай пісіре береміз. Дәл осы күйінде 10 секунд ұстаймыз бір жағын, екінші жағын 5 секунд ұстасаңыздар жеткілікті. Мына шеттері жай қызарып бастаған уақытта ауыстырсаңыздар, демек дайын болды деген сөз. Келесі жағы 5 секунд, себебі келесі жағы өте тез піседі. Осылайша айналдырып пісіре бересіздер. Өздеріңіз сгущенка қоссаңыздар болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әдемілесеңіздер де болады. Біздер шоколад қосып істедік, үстіне соңынан көретін боласыздар. Қазір дәл осылай жалғастыра береміз. Тавамен пісірсеңіздер де дәл осылай пісіресіздер. Негізінде осы арнайы блинницамен істеген өте ыңғайлы екен. Маған қатты ұнады. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Отбасыларыңызды осындай дәмді блины жасап қуантыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, бізбен бірге болыңыздар. Бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Көп-көп рахмет сіздерге.